Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Абу Умама әл-Бахили деген ансарлық сахабаны мешітте көреді. Не істеп жүрсің дейді. Қазір намаздың уақыты емес қой. Пайғамбар әлгі сахаба айтады: хумумун дейді, вадуюнун. Мені уайым мен қарыз осы мешітке алып келді дейді. Яғни қарызым көп, уайым дейді. Не істерін білмей жүрмін дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір дұғаны оқысан дейді, Алла тағала сенің уайымыңды кетіреді, қарызыңнан құтылуға жәрдем береді дейді. Осы дұғаны айтады: Аллахумма инни аузу бика минал аджзи уал касали. Аллахым, мені аджиз, әлсіздіктен сақта, еріншек жалқаулықтан сақта. Уал жубни уал бухл, мені қорқақтықтан сақта, және бухл, сарандықтан сақта. Ва галабат дайни ва қахри риджал, және қарызымның көп болуынан сақта, және басқа біреулер мені басынудан сақта дейді. Мен жаңа айтқан неше нәрсесі? 6 нәрсесі. Абу Умама радиаллаху анху осыны қалай оқыдым дейді, Алла тағала менің уайымымды кетірді, қарызымнан да құтылдым дейді, иншалла. Толық сеніммен осыған амал қылатын болсаңыздар, таңертең кешке осы дұғаны оқып жүретін болсаңыздар, иншалла қарыздарыңыздан құтыласыздар.